Сәлеметсіңдер ме балалар? Музыка тыңдап, ән салғанды ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Музыканы түсініп қабылдап, өз ойын білдіре отырып шығарманы өздігінше орындауды интерпретация деп айтады. Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз әннің интерпретациясы деп аталады. Музыкалық саяхатымыздың тамаша бір сәті бұл жаңа әнді тыңдап, айтып үйрену. Міне қазір осы сәт. Композитор Сағат Әшімовтың әні «Жасұлан». Өмірге бақыт әкелер, шаттығы тасып шалқыған, бүгінгі бала, ертеңгі ер, тұр сапқа кәне жасұлан. Мереке күнін қарсы алып, гүл ұстап қызыл жасылдан, төгілді басқақ ән салып, тұр сапқа кәне жасұлан. Ән салмас бұрын дауыс шаттығын айтып, тамағымызды қыздырып алған абзал. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ла, соль, фа, ми, ре, до, га, до, мажор. Өмірге бақыт әкелер, шаттығы тасып шалқыған, бүгінгі бала ертеңгі ер, тұр сапқа кәне жасұлан, тұр сапқа кәне жасұлан. Мереке күнін қарсы алып, гүл ұстап қызыл жасылдан, төгілді басқақ ән салып, тұр сапқа кәне жасұлан, тұр сапқа кәне жасұлан. Ал балалар, жаңа ғана эстрадалық жанрда орындалған «Жасұлан» әнін мен өзімше интерпретациялап, яғни өзімше түсініп, өз ойымды білдіре отырып, домбыраның сүйемелдеуінде орындап берейін. Өмірге бақыт әкелер, шаттығы тасып шалқыған, бүгінгі бала ертеңгі ер, тұр сапқа кәне жасұлан, тұр сапқа кәне жасұлан. Мереке күнін қарсы алып, гүл ұстап қызыл жасылдан, төгілді басқақ ән салып, тұр сапқа кәне жасұлан, тұр сапқа кәне жасұлан. Балалар, енді мен қолымдағы сылдырмақтың көмегімен осы әнді жаңаша интерпретациялаймын. Өмірге бақыт әкелер, шаттығы тасып шалқыған, бүгінгі бала ертеңгі ер, тұр сапқа кәне жасұлан, тұр сапқа кәне жасұлан. Мереке күнін қарсы алып, гүл ұстап қызыл жасылдан,
төгілді басқа ән салып, тұр сапқа кәне расылан, тұр сапқа кәне расылан. Ән салғанда ұнататын менің сүйкімді шәкіртім. Сен де осы әнді жаттап алып, әртүрлі шулы аспаптардың көмегімен орында. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.